мен деген асығыс үйден шығып бара жатырмын. Мына жерде қайда өзі. Бағана Гүлжанға кеткен ғой. Жұмаға кеттім мешітке, жұма намазға. Одан кейін тренировкаға барам, 1 сағатта шық деген. Мен 1 сағат емес, примерно 2 сағат болды. Ну енді ничего страшного. Кішкене мен ерімді бояп үлгерген жоқпын. Походу бояй салам мен қазір таксиде үлгермейін деп жатырмын. Тамақ ішуге шақырған ғой 1 сағатта шық деп. Сонша асығып келсем, мен бірінші келіп ағам. Бұл кісілер әлі келмеген. Сөйтсем міне мына жақта. Енді келіп жатыр ғой. Мен сонша асығып тұрмын. Қаяқта жүрсіңдер, мен сонша асығып тұрып. Мына кісі звондап, жынданып, 1 сағат дедім ғой деп өзімнен кейін келіп отырған. Сен әлі үйден шықпағаннан кейін біз киім барлап жүрдік. Шарлап кетті. Мен еще негізі бұл киіммен жүрген жоқ едім. Ну ладно, жүре берейін. Сол күшті отыр екенсіңдер. Сен ертең шыққанда біз киім арламайды деп. Киім арламайды. Маған ба? Бірге барамыз ғой онда. Осылай плов жеуге келдік. Мен өзімше болып шай құямын деп қолымды күйдіріп алғаным бар, қызарып тұр. Бұйырса қазір паста алып, мына жаққа паста жағамыз. Енді қатты емес, мына жері ғой, қызарып. Қай жері? Көрініп тұр ғой. Мына жері ма? Мына жеріне полный паста жағамыз қазір. Неге паста? Алдық қой жаңа. Неге паста? Алырсың паста. Паста алсаң, короче, бір жерін күйсе жазылады екен. Мен машина дайын тұр ол. Машинада тұр қазір. Енді осылай жолға шықтық. Қайда шықтық? Бір ауылға келатық. Ауылға келатыр. Қайда келатық? Қандай ауыл? Ауылға баратырық деймін. Жоқ, біліп тұрып қой енді қандай ауылға баратық деген. Қазір енді ауылдың аты. Мына жігіттер отыр, охрана жігіттер. Да жігіт, бір тіл жігіт тұр. Бір түрін көрсетші. Нұрдәлет. Ай, қырқсай? Вот, мосторист. Қырқасын көреді осы жерін. Неге? Осы жерін қырқасын. Қырқпай. Қалай бар солай салам мен. Қырғылым ондай жоқ менде. Мен ойлағам негізі андай ауыл дегенге бүйтіп қатар-қатар үйлер болады, көршілері бар, сондай ауыл ма десем жоқ. Мына қараңыздар. Тып-тыныш. Мына жақта осылай енді. Қалай болады екен енді біз ауылдың вайбынан шығып кеткелі қанша уже. Енді сол кездерде еске алу керек болып тұр ауылда тұрған моменттерді арасындағы. Енді өзім негізі бұрын көп тұрмаған ма ауылда? Көрейік енді. Қызық қылайын депті. В общем, тәтеміз ұйқыдан тұрыпты кішкене. Қалайсыздар? Ұйқыдан біраз болды тұрған. Өзі бір барып душқа түсіп, енді бір шай құяйын деп жатқанды бар енді. Екен, шайды қалай қойсыз? Тырнақтарыңыз ұзын екен. Кесіп алу керек. Құйып аламыз да, короче. Сосын ашамыз да. Ішіне бүйтіп. Оны не үшін істейді? Әсі осындай бәрсіз бар еді ғой. Қолым кеп қалды ма? Нормально. Кәне келдік, несінде отырген. Енді бір паста жақпайды жам қолыма. Қатты емес енді, қаттысыға емес. Значит, хорошо, жақсы қайнамаған, жақсы қайнаса күйіп қалар еді деген сияқты. Осы пловты жемесем, білмеймін бәрі. Бір түрлі болам өзім. Кішкене лимонды бүйтіп тесесіңдер да, короче. Ондай қатты ма? Салат сал жересіңдер да, короче, ана жерге бай. Осынандай бір перчигі бар, перчикті аласың, кішкене тістейсің. И дальше аласың, короче. Вот. Мыйда кәдімгі айта алмаймын енді. Сол. Айтпақшы қазір бір ауылға барамыз. Қай жерге тұратынымызды тұрақталамыз бүгін бұйырса. Айгүлдің қолы күйіп қалды жаңа көрдіңіздер кән? Айгүл күйіп қалды. Мен андай лайфхак бар, короче, кішкене пастаны аласыздар. Көрініс ба? Нормально. Сын кете алмайды. Сынбейді оғырық? Сынбейді, просто бұғандай. Ай, кәдімде ашқан жермен білемін ғой. Спецен, тағы қай жер ашылды? Мына жерлерге жүшіп барамыз. Бән мына жерге өшен жақсы қойық. Анандай болады. Терлеп тұрып жағып алды. Уайымдадыңыз ау деймін. Уайымдайсың ғой. Осындай лайфхак. Сосын 1-2 сағаттан кейін қалай болғанын көрсететін боламыз. Көреміз. Рахмет. Болашақ үйімізді көріп жатырық. Ана қой деп ойлап тұрсыздар ғой, а? Сөйтсем, мынау екен ғой қой деген.
20 мың 30 мың доллар қойшы сондай тұра ма не қалай 20-30 мың доллар деген 10 миллион 5 миллион тұрады екен қой мына қойлар енді бір 50 мың 100 жоқ 50 мыңға бердім қанша 200-300 мың ғой 200-300 мың ба мына қойлар иә осы қозылар ус не ана қой көпсің ба бұл қой емес екен әлі мынау екен ғой қой деген мынау қой қалай қандай сен ерегісейін деп тұр ғой қасына менен де үлкен сияқты ғой қасына қызыққа кіріп көрші размерін көресің кіресің ба давай кіріп көрейік сен бойың бірдей қарасай қасына тұршы қасына алып тұрсың ар жағына өлсе ар жағына твой рост еще мына жүндері де басқаша екен жүндері де кәдімгі жүндерінің өзі басқаша болып тұр ғой осы жерде бұйырса понедельниктен бастап тұратын боламыз иә сол халат бәрін алып келіп короче мына жерде неше нәрсе болған деп жатыр кішігірім зоопарк екен мына жерде сосын көрсетеміз мына жақта не бар екенін в общем тамақ пісіріп бәрін тек телеграмға салатын боламыз қызық болайын деп тұр енді бұйырса понедельник күні азаннан бастап осы жердесің ғой короче мына жаққа келудің өзі біраздан келмей екен енді ана бала походу қарбыз сатып алар қалайша мен шымкентке деп деген сияқты кеттік қайсы ең дәмді қарбыз деген қайсы тәттісі болса бір кішкене қосып беремін үстінен бір қалай таңдайды қарбызды барамыз ғой просто ұрғаннан ғана ма қанша килограмм болады екен 8 кило ғой 8 килограмм сонда қанша болады 70 теңге ма саған кішкене үлкен емес па өзіңнен үйреніп қалғансың ба қай жақтың қарбыздары қай жақтың керемет негізі ойбай мынау ішінен кәдімгі фонтан болып отыр ғой газированный арбуз екен газбен болып тұр ғой мәссә түрі әдемі суы ағып тұр екен мен саған как раз күшті сатып жатыр екенсің саудаң күшті болсын давай пока аналар келіп қалды ғой басқа адамдар сосын қалды қатаңыз ақ қой дедім ақшасын бүйтіп қолына ұстап қалды эмоциясын көрсете алмай қалды жарайды негізі просто мен бүйтіп берген кезде бірінші қуанту үшін беремін екіншіден бір эмоция көргім келеді да рахмет братан деген сияқты ма там сондай нәрсе күтесің да иә эмоция деген қандай болады нұрдәулет айтып жүрші білесің ғой сен күшті көрсетесің кән эмоция деген прям оны ғой қалай қуанасың мысалы мен саған 20 мың теңге беріп жіберсем кән вау деп ше брат от души родной братан әкеш болды рахмет андай эмоцияға үйде жалғыз қалып қалғаным бар енді в общем кішкене қорқып жатқан жоқпын но қазір ұйықтап қалғаннан кейін ұйықтап қалсам егер де қорқып қалуым мүмкін пока нормально пока қорқып жатқан жоқпын сол сыртқа шығып может жүріп қайтармын кішкене шымкенттің бүйтіп түнгі қаланы бүйтіп қарап аралап сол қалай болып жатыр екен деп мына жақты көрейік мына жақтан қалай көреді екен ойбай лучше балконға шығып көрсете салайын сіздерге потому что мына жақтан ашылу қиын болып тұр енді қазір мындай примерно ойбай примерно осындай болып тұр екен солай короче сында не қалай қадысында элді дұрыс айтпайсың кішкене қалайсыңдар ма қалайсыңдар әдемі осылай ма осылай күніміз басталып жатыр мынандай жерге келіп қалдық мына кісі мен сторис түсіргенімді бүкіл стримдағы адамдарға көрсетіп жатыр менде ғана это не мое это мне подкинули не канал негізі мына жерде біреу отырған сол жинамапты да столды бағана келтіргім келді мына кісілердің тамақтары әлі келген жоқ не айтасың енді не айтамыз болғанда сол енді айгүл жесе жесін деп жатыр бізде енді пока жағдай осы болып тұр енді айып етпеңіздер енді мына жігіт вообще сен не заказ дедің турецкий форель деген азанмен менде завтрак әдемі мына кісі рамен ол қалай болады азанмен кім айтты азан деп азан деген таңғы 6-та понедельник күні ауылда тұрасың ғой таңғы 6-та айтылған бар ғой сол кезде азан деп айтасың 11-де азан деппін ғой дейсің ғой короче ойбай азаным таңғы 6-та тұрды елестете алмай жатырмын что-то
кішкене мен әшейін жарайды мойны кішкене енді кешегі тақ жіберген болмайды ғой ондай айгүл ғана қыдырып деп тұр енді сөздің ашық поэтому сол бірде бір болу үшін короче до конца бүгін қалай болады екен сіз қыдырсаңыз біз не істейміз сондай кезде сіз үйде отырмағансыз ғой никогда бұл өмірде ойбай ужас қалайсыңдар қасымызда айгүл отыр қайырлы таң сүйкімді жан болып тұр ғой завтрак заказ етті міне қайдан екен енді бастайды бастасаңшы енді көріп бастағанбыз біздікі сол енді кішкене жағдай болмайды құрт жеп отыр құртты не үшін алдың құрттап отқаннан кейін алдым қалай екен қалай болады екен таң азанмен айс латте ішкен ішінде мұзымен кофе таң атпай адамдар қалай ыстық адамдар бірінші не үшін мен давайте деп қоясың